Poker face playing cards. Бұл бүгінгі стратегиямыздың атауы. Яғни бұл әдіс балаларға бұрыс жетістіктерді есте сақтауға өте үлкен септігін тигізеді. Алдын ала оқушыларға бұрыс жетістіктердің тізімін жаттауға бересіз. Одан соң оқушыларды осылай 2 топқа, 3 топқа бөліп алуыңызға болады. Әр оқушыға 6 картадан үлестіретіндей етіп алдын ала дайындап аласыз. Сөйтіп, етістіктің 3 формасын 3 түрлі картаға жазып шығамыз. Әрине, бірнеше етістіктің 3 түрлі формасын жазасыздар. Мысалы, бірінші картаға do, екінші картаға did, үшінші картаға done. Одан соң бір оқушыға картаны таратуды ұсынасыз, оқушылар картаны көрсетпеу үшін теріс қаратып ұсынады. Сағат тілінің бағытымен картаны жүріп бастайды. Жүретін картадағы етістік міндетті түрде бірінші формада болу керек. Одан кейін сол етістіктің екінші формасын ұстап отырған оқушы жүреді. Соңғы болып, үшінші формадағы етістігі бар оқушы картаны жабады. Сөйтіп, жиналған картаны өзіне алады. Осылайша сағат тілі бағытымен жалғастыра отырып, барлық картаны жүріп шығады. Етістіктің екінші формасын дұрыс тауып және үшінші формасымен картаны дұрыс жауып отырған оқушы жеңімпаз болады. Екінші формасын дұрыс таппай немесе қай картамен жабу керектігін білмей отырған оқушы жеңіледі.